Сіздермен бірге бүгін мен Мақсат Тілеухан, Фома Team командасының негізін қалаушыларының бірі. Жалпы, бүгінгі айтылатын нәрсе, көп адам маған Инстаграмда, Телеграмда, WhatsAppта сұрақтар қойып жатады. Мақсат, мен табыс тапқым келеді, қалай табыс табуға болады дейді. Мен сұрақ қоямын. Саған не үшін табыс керек? Саған не үшін ақша керек? Керек қой дейді. Не үшін керек? Бұл маңызды нәрсе. Адам ақша үшін өмір сүруге болмайды. Мақсат, сен ақшаның артынан қуып кетіпсің ғой дейді. Жоқ, мен ақшаның артынан қуып жатқан жоқпын. Ал менің мысалға жұмысым ақша үшін емес. Менің өзімнің арман мақсаттарым бар. Ал енді бұл ой не үшін келіп жатыр? Жаңағы табыс тапқым келеді деген адамдарға. Мақсат, мен табыс тапқым келеді деген кезде мен не үшін деп сұрақ қойғаныңызға көп адам жауап бере алмайды. Бұны түсініп отырсыздар ма? Көп адам не үшін табыс тапқысы келетінін түсінбейді. Жай ғана шаблонды өмірде айтады. Ой, сол машина керек, көп ақша керек, үй алғым келеді дейді. А ол не үшін керек? Ол не үшін керек деген сұрақ туындайды. Сол кезде айтады, күшті ғой дейді. Несі күшті? Ештеңе сен уайымдамай, қайғысыз, бақытты өзім отбасыммен өмір сүргім келеді. Сонда сіз отбасыңызбен бақытты өмір сүргіңіз келеді. Негізгі арман мақсатыңыз осы ғой десем. Иә дейді. Енді ол үшін міндетті түрде үй, көлік керек емес қой. Мысалы, қарапайым квартирада тұрып, мен білем, өте бақытты өмір сүретін адамдар бар. Қорытындылай келген кезде біз өзімізді қазір бақытты сезінбесек, қазір біз ешқашан бақытты бола алмаймыз. Біз осы сәттің күшті екенін сезіне білу керекпіз. Ол қалай? Мысалға, сіз отырсыз, осы видеоны көріп отырсыз. Ал бұл видеоны көру үшін сізде телефон бар. Сіз телефонның бар екеніне сіз бақыттысыз. Бақытты болу керексіз. Сіз көріп тұрсыз, құлағыңыз осы мен айтқан сөздерді естіп тұр. Сіз сол үшін бақытты болу керексіз. Сіздің көзіңіз көріп тұр. Осы үшін сіз бақытты болу керексіз. Мен мынандай бір анекдот бар. Баяғыда бір бизнесмен болған дейді. Күшті бизнесмен үшін болған история. Сөйтіп ол бір күшті островқа барған. Арал дейді ғой. Аралға барған. Аралды қарап жүріп күшті бір бизнес жасауға көзіне көрінеді. Бір аяқты курорт жасауға болатын ғой. Келе жатса, беседка болды, екі ағаштың ортасында не істеп қоятын, беседка жататын нәрсе болады, ағашта жатады. Сол жерде бір сол орманда өмір сүретін, жаңағы аралда өмір сүретін бір адам бар екен. Жым-жым болып кеткен, кокостың ішіне бір трубка тығып қойып ағашта деп сорап жатыр демалып беседкада. Жаңағы бизнесмен деп. Сен не істеп жатсың десе, демалып жатырмын дейді. Мына аралда күшті бір бизнес жасауға болады ғой дейді. Ол бизнес не істеймін мен десе, көп ақша табасың ғой дейді. Ол ақша не істеймін десе, мына жаққа ресторан саласың, мына жерге үлкен гостиницалар саласың, курорттың зона жасайсың ғой дейді. Оны не істеймін десе, саған көп ақша келеді ғой. Ол ақша не істеймін десе, бұл ақшаны аласың, инвестицияға саласың, форексқа саласың, биржаға саласың, акцияға саласың, жаңағы жылжымайтын мүлікке саласың, одан да көп ақша келеді дейді. Оны не істеймін десе, бір аралда бүйтіп кокос ішіп беседкада демалып жатпайсың ба десе, мен не істеп жатырмын дейді. Түсініп отырсыздар ма? Яғни сіздер өздеріңіз қай жаққа баратқандарыңызды, яғни өздеріңіздің бағыттарыңызды білу керексіздер. Және әр уақытпен, әр өткізіліп жатқан сәтпен бақытты болу керексіздер. Бұл өте маңызды нәрсе. Не үшін сіз табыс тапқыңыз келеді деген сұрақ, сіздер табыс тапқыңыз керек деген не үшін табыс тапқым келеді деген сұрақ қоямын ғой. Бұл сұраққа сіздер четко жауап бермейінше ешқашан сіздер табыс таппайсыздар. Бұл өте маңызды нәрсе. Сол үшін сіздер қазір не үшін жұмыс жасап жатсыздар? Не үшін бизнес жасап жатсыздар? Не үшін мына видеоны көріп жатсыздар? Деген сұраққа өздеріңізге сұрақ қойған сәттен бастап сіз саналы түрде ойланып, өзіңіздің қалаған нәрсеңізге нақты жетесіз. Яғни маңызды нәрсе ол не? Сіз не үшін істеп жатқаныңызға өзіңізге отчет беру. Жалпы осылай достар. Өздеріңіз не үшін өмір сүріп жатырсыздар? Не үшін бұл видеоны көріп жатсыздар? Не үшін табыс тапқыларыңыз керек деген сұраққа жауап бергеннен кейін, яғни осы видеоның астына комментарийға жазыңыздаршы. Кім қандай арман бар екен? Көрейік видеоның астына комментарийға. Не үшін сіз табыс тапқыңыз келеді? Жай ғана ақша үшін емес. Қандай адамдар, қандай мақсаттар бар екен көрейік. Неге бұны айтып отырмын? Өйткені біреулердің мақсаттарын төменде комментарийдан көру арқылы адамдар өздеріне мотивация алады. Мынандай нәрсені де армандауға болады екен ғой деп. Өйткені көп адамдар армандауға болатындығын да білмейді. Жалпы осылай достар. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикқа қосып және YouTube каналыма подписка жасап қойыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.